Күйеуі қазақ емес. Айгүл Иманбаева шетелдегі жолдасымен қауышты. Әнші Айгүл Иманбаева күйеуімен түскен видеосын жариялап, көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленді. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Ол жолдасының әуежайда гүл шоқтарымен күтіп алған сәтін парақшасына жүктеген. Осы жерде менің күйеуім күтіп тұруы керек, деді ол қуанып. Желі қолданушылары түрлі пікірлерін жарыса жазды. Бақытты болыңдар, қандай әдемі. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Үйленгендеріңізде қатты қуандық. Күйеуіңіз де қарапайым, мәдениетті жігіт сияқты. Бірақ кішкене жүректің ауыратыны. Неге екі жақта тұрасыздар? Күйеуі қазақ емес сияқты, деді олар. Қадірлі көрермендер, Айгүл Иманбаеваның бұл видеосы көпшілікке жылы әсер қалдырғаны байқалады. Әуежайда гүлмен қарсы алу кез келген адамға жағымды, қарапайым, бірақ шынайы көңіл-күй сыйлайтын сәт. Танымал тұлғалардың жеке өмірінен осындай позитивті көріністердің жариялануы, олардың да бәріміз сияқты қарапайым, бақытты сәттерді бағалайтынын көрсетеді. Желі қолданушыларының басым бөлігі ақ тілегін айтқан екен. Қуанышқа ортақтасқаны да қоғамда әлде болса мейірім мен қолдаудың бар екенін аңғартады. Сонымен қатар пікірлер арасында артық сұрақтар мен жеке өмірге қатысты болжамдардың айтылуы да көзге түседі. Бұл әлеуметтік желінің үйреншікті көрінісі. Дегенмен әр адамның отбасылық жағдайы мен өмір сүру салты өзінің таңдауы. Ең бастысы екі адамның арасындағы сыйластық пен түсіністік деп ойлаймын. Сырт көзге көрінген бір видеодан терең қорытынды жасау міндетті емес. Бұндай сәттерді сынаудан гөрі жақсы ниетпен қабылдап, позитив тарату әлдеқайда маңызды деп ойлаймын.